Бір көзді бұғы. Теңіз жағасына шөп жеуге бір көзі жоқ бұғы келіпті. Ол жалғыз көзімен аңшыларды бақылап, солардан сақтаныпты. Және теңізге қарап тұрыпты. Мына жақтан еш қауіп жоқ, деп ойлапты. Кенеттен теңізде жүзіп келе жатқан адам бұғыға оқ атады. Бұғы жерге құлап, өлер сәтінде ол өзіне былай дейді: «Қандай бақытсыз едім, құрлықта сақ болдым, ал сенген теңізімнен қайғы келді», депті. Бізге үйрететіні, кейде біз күткеннің керісінше болады. Қауіпсіз көрінген нәрсе ең қауіпті болуы мүмкін, ал қауіпті көрінген нәрсе ең қауіпсізі болады.